Бала табиғи түрде әрекет ете бастағанда және ешкім не болып жатқанын түсіндіре алмайтын кезде фильм Ирактағы қазба жұмыстарынан басталады. Оны әке Мерин атты діни қызметкер басқарады. Ол өзінің сенімімен ғана емес, сонымен қатар археолог ретіндегі тәжірибесімен де танымал. Қазба кезінде ол ежелгі демонның Пазузудың бар екендігіне нұсқайтын артефакт тауып алады. Бұл Вавилон мифологиясындағы қорқынышты тіршілік. Бұл жаңалық кездейсоқ емес, өйткені өткенде Мерин осы демонның өзін әйелдің денесіне иемденген кезінде бетпе-бет келген болатын. Әңгіме Вашингтонға, нақты айтқанда Джорджтаунға ауысады. Онда біз Крис Макнейл атты әйгілі актрисамен танысамыз. Ол өзінің мансабымен бос жүрген, соңғы кезде қызы Рейганды жалғыз өсіріп отырғандықтан түсірілім кестесін қолдау үшін жаңа үйге көшіп келген. Крис бос өмір салтына байланысты Рейган үйде жиі жалғыз қалады. Дегенмен Крис оған күтуші мен үй қызметкерлерін жалдаған, сондықтан ол жалғыздық сезінбеу үшін. Бір күні Крис түсірілімнен үзіліс алып, Рейганмен бірге үйдің жертөлесінде ойнауды шешеді. Сол жерде Крис Уиджа тақтасын табады. Ол Рейганға тиесілі болып шығады. Рейган оны жертөленің шкафынан тапқанын және жиі ойнайтынын түсіндіреді. Сосын ол анасына өзінің капитан Хауди деп атайтын көрінбейтін досы бар екенін айтады. Ол бұл фигураның шын мәнінде Пазузу демоны екенін білмейді. Ол оған баяу жақындап келеді. Сыртқы көрінісі көңілді болғанымен, Рейган шын мәнінде өте жалғыз. Бұл оны осы тіршіліктің әсеріне осал етеді. Демон оның жалғыздығын пайдаланып, оған дос болып жақындайды. Бір түні Крис телефонның қоңырауынан оянады және Рейганның өз бөлмесінде ұйықтап жатқанын көріп таңғалады. Сұрағанда Рейган өзінің төсегі жиі өздігінен қозғалатынын, сондықтан жалғыз ұйықтаудан қорқатынын айтады. Алайда Крис мұны баланың қиялы деп есептеп көп ойламайды. Келесі күні Крис Рейганды ауруханаға апарады, оның жағдайын тексерту үшін. Бірақ сол жерде олар Рейганның мінез құлқындағы ерекше өзгерістерді байқай бастайды. Рейган кенеттен ән айта бастайды, ешқандай себепсіз, және оны тексеріп жатқан медбикеге өте қатал сөйлейді. Доктор Кляйн кейін Рейганның жасындағы балаларға тән неврологиялық бұзылысты бастан кешіру мүмкін екенін, оны жалғыздықтан туындаған эмоционалдық стресс тудыруы мүмкін екенін түсіндіреді. Бұл түсініктеме ақылға қонымды болғанымен, Крис әлі де бірдеңе дұрыс емес деп сезінеді, бірақ Рейганды үйге алып кетуді шешеді. Сол түні Крис үйінде шағын жиын өткізеді, бірақ тыныш атмосфера тез ыңғайсыз болып кетеді, өйткені Рейган тағы да қонақтар алдында дұрыс емес мінез көрсетеді. Ол өрескел сөйлейді және кілемге дәрет сындырып, барлығын ұялтады. Крис қонақтардан кешірім сұрап, қатты ұялады. Содан кейін Крис Рейганды бөлмесіне апарады, ол демалу үшін. Бөлмеде Рейган шатасқан және қорыққан күйде не болып жатқанын сұрайды, өйткені ол өз әрекеттеріне бақылау жасай алмайтынын сезінеді. Оны тыныштандырып, ұйықтатқаннан кейін Крис бөлмеден шығады, бірақ көп ұзамай атмосфера қайтадан шиеленіседі. Ол төмен түсуге дайындалып жатқанда Рейганның бөлмесінен дауыс естіледі, және дүрбелеңге түсіп, бірден қайта жүгіреді. Крис бөлмеге кіргенде Рейганның төсегі өздігінен қатты шайқалып жатқанын көріп, толық таң қалады. Бұған ешқандай логикалық түсініктеме жоқ. Бұл оқиға оның алаңдаушылығын одан әрі күшейтеді, сондықтан келесі күні ол Рейганды ауруханаға қайта апарады. Бірақ бұл жолы Рейганның жағдайы тіпті тұрақсыз болып көрінеді. Ол қарсылық көрсетуді жалғастырады, және тағы да жас балға тән емес өте қатал сөйлейді. Тексеруден кейін дәрігер Криске Рейганның галлюцинациялар тудыратын неврологиялық бұзылысқа ұшырауы мүмкін екенін түсіндіреді, және түндегі төсек шайқалуы бұлшық ет спазмынан болуы мүмкін деп ұсынады. Крис бұл түсініктемені бірден қабылдамайды, өйткені ол төсекте болғанын және қозғалыстың қаншалықты күшті екенін анық сезгенін айтады. Бұл қарапайым спазмнан болуы мүмкін емес деп есептейді. Дегенмен дәрігер өзінің медициналық пайымдауында қалады және Рейганға миды толығырақ тексеруді ұсынады. Процедура кезінде Рейган қатты ауырсынуды бастан кешіреді. Бұл Кристің қызының мұндай күйде екенін көргенде алаңдаушылығын одан әрі арттырады. Алайда ми сканерінің нәтижелері шыққанда ешқандай ауытқу табылмайды және медициналық тұрғыдан Рейган толықтай қалыпты деп жарияланады. Ешқандай ауыр жағдай белгілері жоқ. Оны үйге демалуға жібереді. Өкінішке қарай, үйге оралғаннан кейін Рейганның жағдайы жақсармай, тіпті нашарлайды. Жағдайдың бақылаудан шығып бара жатқанын сезіп, Крис тез арада доктор Кляйнға қоңырау шалып, үйге келуін сұрайды.
Ол келгенде Рейганның зорлық-зомбылықпен құрысуын көріп таң қалады, және бір сәтте Рейган көмек сұрап, қорқынышты қауіптер айтады. Дәрігер оған жақындауға тырысқанда Рейган оған шабуыл жасайды, сондықтан ол оны тыныштандыру үшін седативті инъекция жасайды. Бәрін өз көзімен көргеніне қарамастан доктор Кляйн әлі де миды тағы бір тексеру жүргізуді талап етеді. Бұл Кристің шыдамын тауысып, дәрігерлердің мұны қарапайым медициналық мәселе ретінде қарастыра беретініне ашуланады, ал оның ойынша бірдеңе мүлдем табиғи емес болып жатыр. Ұзақ даудан кейін және Рейганның жағдайы нашарлауын жалғастырғаннан кейін Крис тағы бір тексеруге келіседі, дегенмен нәтижелер тағы да мида ешқандай проблема көрсетпейді. Содан кейін Крис үйге қайтып, қызының жағдайын тексереді. Бөлмеге кіргенде ол терезенің ашық тұрғанын және бөлменің ішін мұздай суық ауа толтырғанын байқайды. Бұл Кристі ашуландырады, өйткені ол күтуші Рейганды осындай жағдайда жалғыз қалдырды деп ойлайды. Көп ұзамай Шерон оралып, кетер алдында Кристің ассистенті Биркке Рейганды қарауды сұрағанын түсіндіреді. Бірақ бірдеңе дұрыс емес сияқты, өйткені Бирк үйде еш жерде жоқ. Көп ұзамай біреу келеді де, Бирктің баспалдақтан құлап, мойны сынғаннан кейін қайтыс болғаны туралы таң қалдыратын жаңалық айтады. Жағдай тіпті қорқынышты болады, өйткені Рейган кенеттен баспалдақтың жоғарғы жағында пайда болады. Ол табиғи емес, мазасыз қозғалыспен қозғалады. Бұл барлығын дүрбелеңге салады. Детектив Уильям Бирктің өлімін тергеп жатқан кезде, оның денесі мойны 180 градусқа бұрылып, толық артқа қарап тұрған күйде табылғанын түсіндіреді. Бұл қарапайым құлаудан болуы мүмкін емес. Бұл Уильямды Бирктің баспалдақтан лақтырылмас бұрын өлтірілген болуы мүмкін деген күдікке итермелейді. Сол кезде Рейганның жағдайы шынымен дабыл қағарлық деңгейге жетеді. Дәрігерлер оның денесін өзін немесе басқаларды жарақаттамау үшін байлап тастайды. Ол қатаң бақылауда болады, бірақ барлық медициналық күш-жігерге қарамастан ештеңе көмектеспейді. Ондаған дәрігер тексергеннен кейін де ешқайсысы оның жағдайының нақты себебін анықтай алмайды. Ақырында доктор Кляйн және бүкіл медициналық топ қолдарын көтеріп, істі өз түсінігінен тыс деп мойындайды. Барлық медициналық әдістер нәтиже бермей қалғаннан кейін доктор Кляйн өте ерекше нәрсені ұсынады. Криске діни қызметкерден көмек сұрап, экзорцизм өткізуді сұрауды айтады. Ол Рейган бастан кешіп жатқан нәрсе қарапайым ауру емес, керісінше көрінбейтін бірдеңенің салдары болуы мүмкін деп ойлай бастайды, және тіпті Крис пен Рейганның өмірінде рухани сенімнің болмауы оларды мұндай бұзылуларға осал еткен болуы мүмкін деп ишаралайды. Детектив Уильям Бирктің өлімі орнында тергеуді жалғастырады, және ертерек Мэрин тапқанға ұқсас ежелгі артефактқа ұқсас тасты табады. Бұл оның істің артында бірдеңе ерекше жатқан деген күдігін күшейтеді. Ол сонымен қатар Бирктің оқиға болған түні Рейганның бөлмесінде болғаны туралы дәлел тапты. Бұл сол түні шынымен не болғаны туралы ауыр сұрақтар туғызады. Үйде Крис тағы бір ерекше оқиғамен бетпе-бет келеді. Ол Рейганның жастығының астына жұмбақ түрде қойылған круцификс тауып алады, бірақ үйде ешкім оны қойғанын мойындамайды. Көп ұзамай детектив Уильям үйге келіп, Бирктің өлімі туралы қосымша сұрақтар қояды. Ол Рейган сол түні бірдеңе есіне түсіруі мүмкін бе деп анықтауға тырысады, бірақ Крис Рейганның сол кезде өте күшті седативтің әсерінде болғанын түсіндіреді, сондықтан еш нәрсе есіне түспеуі мүмкін. Бұл Уильямның шатасуын одан әрі арттырады, дегенмен ол әлі де ерекше физикалық күшті біреу қатысқан болуы мүмкін деп күдіктенеді, бірақ іс ақыр соңында нақты қорытындыға келмейді. Уильям кеткеннен кейін үйдегі атмосфера тағы да шиеленіседі. Крис Рейганның бөлмесінен мазасыз дыбыстар естігенде, ол бөлмеге кіреді де, заттардың қозғалып, ұшып жүргенін көреді. Ал Рейганның мінез құлқы тіпті мазасызданады, ол өзін-өзі жарақаттай бастайды. Сол сәтте Рейганның ішіндегі тіршілік Криске тікелей сөйлеп, қызының не істегенін шынымен түсінетінін сұрайды. Бұл жағдайды тіпті қорқынышты етеді. Басқа амал қалмағандықтан Крис әке Дамиенді іздеп табады және Рейганға не болғанын бәрін айтады. Ол одан экзорцизм өткізуді өтінеді. Әуелде ол жоғары қауіптер мен шіркеудің ресми рұқсаты қажет болғандықтан бас тартады. Бірақ Кристің қаншалықты үмітсіз екенін көріп, әке Дамиен көмектесуге келіседі, бірақ алдымен жеткілікті дәлел жинау шартымен. Сосын ол Кристің үйіне келіп, Рейганның жағдайын өз көзімен көреді. Бөлмеде ол Рейганның ішіндегі тіршілікпен байланысуға тырысады, және бұл қарапайым бұзылу емес екені тез анық болады.
Тіршілік тіпті әке Дамиеннің жеке өмірі туралы, соның ішінде оның анасының жақында қайтыс болғаны туралы терең мәліметтерді ашады. Мұны басқа ешкім білмеуі керек еді. Бұл оның шынымен табиғи емес нәрсемен айналысып жатқанына сенімін күшейтеді. Кетер алдында әке Дамиен Криске бір маңызды сұрақ қояды. Рейган оның анасының өлімі туралы білуі мүмкін бе? Ал Крис олардың жақында ғана танысқанын айтып, қатаң түрде жоққа шығарады. Барлық қажетті дәлелді жинағаннан кейін, әке Дамиен шіркеуден экзорцизм өткізуге ресми рұқсат сұрайды. Мұқият қарастырғаннан кейін, шіркеу рұқсат береді, бірақ бір маңызды шартпен. Әке Мерринде рәсімге қатысуы керек, өйткені ол бұрын Пазузу демонымен бетпе-бет келген тәжірибесі бар. Әке Меррин ешқандай қарсылықсыз келіседі, және бір кездері жеңген тіршілікпен қайта бетпе-бет келуге дайындалады. Сол түні әке Меррин Кристің үйіне келеді. Әке Дамиенге көмектесіп, Пазузумен тағы бір рет бетпе-бет келіп, олар бірден экзорцизм рәсімін бастайды. Атмосфера бөлмеде дұғалар оқылған және қасиетті су себілген сайын шиеленісе түседі, ал Рейганның ішіндегі тіршілік қарсылық көрсетуді жалғастырады. Демон әке Дамиеннің сенімін әлсірету үшін, оны психологиялық тұрғыдан шабуылдайды, тіпті оның анасының қазір тозақта екенін айтады. Бұл оны шайқалтып, бір сәтке сөзсіз қалдырады. Рәсімнің ұзаққа созылуы екі діни қызметкердің де күшін тауысып, бір сәтте әке Меррин шаршап, өзін жинау үшін ваннаға шығады. Оның физикалық жағдайы соншалықты күшті емес екені анық болады, өйткені ол дәрі ішеді. Сол кезде әке Дамиен бөлмеге қайтып, Рейганды тексереді, бірақ тағы да сол манипуляцияға тап болады. Тіршілік оның анасының кейпін киіп, оның сенімін ішінен бұзуға тырысады. Әке Дамиеннің өзін-өзі ұстай алмай бара жатқанын көріп, әке Меррин рәсімді жалғастыруды жалғыз өзі шешіп, оған бөлмеден шығуды сұрайды, өйткені оның шайқалуы процесті қауіпке ұшыратуы мүмкін деп қорқады. Бірақ көп ұзамай әке Дамиен бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, қайта оралады. Ол кіргенде әке Мерриннің төсекте жансыз жатқанын көріп, таң қалады, ол жүрек талмасынан қайтыс болған. Ашу мен үмітсіздікке толы әке Дамиен батыл шешім қабылдап, тіршілікпен тікелей бетпе-бет келеді және оны Рейганның денесінен шығуға мәжбүрлейді. Ол оны өз денесіне кіруді талап етеді, бұл Рейганды құтқарудың жалғыз жолы деп есептейтін қауіпті әрекет. Тіршілік келіседі және өзіне ауысады. Өзінің оны ұзақ ұстай алмайтынын түсінген әке Дамиен соңғы сана сезіммен өзін құрбан етіп, терезеден лақтырып жібереді. Осылайша бәрі аяқталып, қауіп Рейганға енді зиян келтірмейді. Қорқынышты сынақтан кейін Рейган ақырында есін жиып, баяу қалыпты күйіне оралады. Мұның бәрі әке Дамиеннің құрбанының арқасында мүмкін болды.